Алматы әсіресе соңғы жылдары керемет әдеміленіп кеткенді. Қазақстан астанасы алып жатқан 16 мың гектар жердің 7,5 мың гектарына ағаш егілген. Сондықтан бұл қаланы жасыл қала десек керекті. Ертеңіне кешегі институттың техникалық кеңесінің шешімін дұрыс емес екенін айтып, Еркебұлан барған мемлекеттік құрылыс комитетінің жауапты қызметкері. Жас архитектор алдына жайған ватман қағазындағы сызықтары мен стол үстіне реттеліп қойған макеттерге ұзақ қарап отырды да, сұлулықты тым жақсы көреді екенсің, деді күлімсіреп. Иә, ондай ауруым бар, деді Еркебұлан. Сұлулық адамның эстетикалық сезімін, рухани байлығын өсіреді ғой. Ал біздің әсіресе творчество адамдарының міндеті жас ұрпақтың сол сезімін тәрбиелеуге жәрдемдесу ғой. Ал сенің сондай ойыңды институт басшылары қате дей ме? Еркебұлан сәл кідіре сөйледі. Жоқ, менің ондай ойымды емес. Сол ойымды іске асыру үшін қолданған творчестволық шешімді олар басқаша түсінеді. Көне архитектура үлгісін жаңа орталыққа пайдаланғаныңды айта ма? Иә. Сол да сөз бе екен, деді мемлекеттік комитеттің жауапты қызметкері. Жақсы ойдан мынандай жақсы жоба туса, ол қалайша қабылданбайды. Дегенмен бұл мәселенің басқа жағдайы бар. Жаңа ауданның мәдени қоғамдық орталығының жобасын жасап отырған қалалық советі ғой. Мына жобадағыдай құрылысты салдыруға олардың бөлінген қаражаттар жете ме екен? Және сол қаражатты мемлекеттік жоспарлау комиссиясы бекіте ме? Бекітсе қай жылдың жоспарына кіргізді екен? Орталықты қай мезгілден салдырмақшы? Бұл мәселе меніңше әлі жоғары жақта қаралып бітпеген мәселе тәрізді. Соңғы кездегі жағдайдан ақпарым жоқ. Жарты жылдай шетелде болдым. Бар білетінім, мен бар кезде осы орталыққа жоба жасауға жоспарлау комиссиясының ақшаны әлі бекітпеген есімде. Бұл мәселе әлі шешілмеген мәселе болса, сонда біз не істеуіміз керек, деді Еркебұлан тұнжырай. Мүмкін шешкен мәселе шығар, мен анығын білмеймін, деді жауапты қызметкер. Демек, бұл жоба қалалық советтің тапсырмасы ғой. Заң бойынша солардың техникалық совет қарау керек, солар бекітуге тиісті. Әрине, мына жобаның ерекшелігін, қызықтығын еске алып, біздің кеңестің де қарауына болады. Сөйтсе де қалалық советтің бекіткені дұрыс шығар. Сонда біз қалалық советке баруымыз керек пе? Деді Еркебұлан, тағы да жүреді екенбіз ғой, деп ренжігендей. Жоқ, сендердің өйтіп әуре болуларының қажеті жоқ. Қалалық советпен өзім келсемін. Тек техникалық кеңес болады деген күні 1-2 сағат бұрын келіп, мына хаттарды жұрт көретін жерге дұрыстап жайып қою сендердің шаруаларың. 15 күн күткеннен кейін қалалық советтің техникалық кеңесі болды. Көпшілік жобаны өте жоғары бағалады. Техникалық кеңестің қорытындысының соңғы сөзін қалалық советтің председателі айтты. Бұл жобада ешбір қателік жоқ, бәрі де жақсы, дұрыс, көркем, көңіл толарлық дүние, деді өзінің әдеттегі сабырлы даусымен. Біз бұны қабылдауға тиістіміз. Бұнымен қатар жаңа социалистік қалаға, мәдени қоғамдық орталыққа, көпшілікке жаңа социалистік эстетикалық талғам беретін архитектураның жаңа үлгілерін ойласақ деген пікірдің де жаны бар. Бұдан әрине біздің бүгінгі көріп отырған жобамызды жарамайды деген ұғым тумауға тиісті. Бірақ адам баласының алға жүру процесінде іздену ең басты қасиет. Сондықтан мына дарынды жастарға ол Еркебұландар отырған жаққа қарады. Болашақ жұмыстарында архитектура өнерінің біз білмейтін жаңа өрнектерін іздесіп, сондай тың жолдарды да ашсын. Өйткені біздің салатын үйлеріміз, мәдени қоғамдық орталықтарымыз тек мына жас архитекторлар зерттеген осы жаңа ауданмен ғана бітпейді ғой. Председательдің сөзін Қайназар бөліп жіберді. Бірақ бұл жобаның қанша тұратынын байқадыңыз ба? Деді ол. Бұл оның кейінге сақтап келген ең ақырғы дәлелі еді. Бұл 3 орталықтың құнына түседі. Иә, ол солай, деді председатель даусын көтермей. Бірақ біздің қаламыз ондай қаражат таба алмайтындай кедей қала емес. Мәселе мұнда тұрған жоқ. Қажет десе мұндай жобаға одан да көп ақша табамыз. Ал мені қуантып тұрған осында еліміздің ұлттық көркемдік ерекшелігін түсіне білетін дарынды архитектордың баршылығы. Жұрт ду қол шапалақтады. Қалалық советтен келе жатқан Еркебұлан кенет тоқтай қалды. Өз көзіне өзі сенбегендей. Жұлдыз, деді әні әзер шығып. Иә, менмін ғой, деді дәл қарсы алдында пайда болған қыз. Иә, бұл жұлдыз еді. Сол баяғы қалпындай қос бұрымы тобылына дейін түсіп, қыпша белі қыналып, жасқа толған үлкен екі көзі қуаныштап нұрланып, не жыларын, не күлерін білмей үн-түнсіз тұрды. Япырмай, сенейін бе, сенбейін бе? Сен, деді кенет жұлдыз қарсы жүріп. Мен жұлдызыңмын ғой. Жан жақтарынан өтіп кетіп жатқан жұрттан екеуі де ұялмады, құшақтар айқаса кетті.
Дүние жүргін бұларға адамның бойын балқытып, жүрегін елжіретіп әкетіп бара жатқан ән секілді көрінді. Мен сені сондай сағындым, деді Жұлдыз екеуі қатарласып жүріп келе жатқанда. Сенемін оған, Жұлдыз, сенемін, деді жігіт. Өз басымнан өткен қасірет. Онда неге іздеп келмедің? Қайдан сені іздеп табатын едім? Қайназар саған айтпады ма? Қайназар? Иә, Қайназар. Жұлдыз Қайназардың бұны алғаш рет іздеп келгеніне бастап соңғы жолы Еркебұланның кісі өлтіріп сотталып кеткеніне дейін естіртіп, содан кейін Бескіге келмей кеткенін қоса әңгімесін бастан аяқ тегіс айтып берді. Жаңа ғана қуанышы қойнына сыймай келе жатқан Еркебұлан үн-түнсіз томсара қалды. Ол енді ғана бірдемені түсінген тәрізді. Және Қайназардың қылығына түсінген сайын жүдей берді. Жаныңдағың кім еді? Деді Еркебұлан әлден уақытта. Жұлдыз түсінбей қалды. Қайдағы жанындағын айтасың? Деді ол. Еркебұлан енді оған бір жігіт екеуінің қолтықтасып бара жатқанын Қайназардың көргенін айтты. Қайназар Бескіге тағы келген екен ғой, деді Жұлдыз таңғалып. Маған неге жолықпай кетіпті? Сені бір жігітпен көрген соң. Жігітпен? Жұлдыз енді түсінді. Жоқ, сен жаман ойлама, ол Әбілқасым ғой. Жұлдыз енді Әбілқасымның оқиғасын айтып берді. Өзінің қайғылы кезінде оның ағасындай болғанын, толғағы ұстаған шақта Әбілқасымның перзентханаға апарғанына дейін жасырған жоқ. Ол әлі сол Бескіде, деді Жұлдыз. Сосын екі көзі жаудыра Еркебұланға қарады. Менің адалдығыма сен. Кенет тағы да махаббатын жоғалтып алайын деп тұрғандай жылап қоя берді. Сенсеші, сенесің бе? Сенемін, деді Еркебұлан. Махаббатымызға опасыздық істемейтініңе сенемін. Екеуміздің махаббатымыз үшін қандай қасірет болса да көтере алатыныңа көзім жеткен. Дәл осы кезде Жұлдыз өзін дүниедегі ең бақытты адамын деп сезінді. Бұлар бір жетіден кейін Бескіге барып, бөбектерін алып келмекші болды. Ертеңіне Еркебұлан Қайназармен кездесті. Ана осы бетпе-бет кездесуді өзі де күткенде екен. Жарайды, жолдас едік қой дейсің, деді бір сәт Қайназар. Ал жолдастық деген не екенін білесің бе өзің? Жолдастық деген бірін-бірі сыйлау, жолдас деген адамның көңілін қалдырмау, ренжітпеу. Өзіне қиын болып тұрса да ренжітпеу, жанына орынсыз жара салмау. Шын жолдас бірінің қатесін бірі жасырмас болар. Жұлдызды көргенімді, сөйлескенімді, саған айтпағанымды менің мойныма айып етіп тақпақсың. Жолдас емес пе едік дейсің. Қандай жағдайда жүргеніңді өзің білесің. Ал сенің сондай жағдайыңда мен саған Жұлдыз сенен қашып Бескіде жүр десем не болар еді? Жараңның бетін тырнағандай болар едім. Мен сені аядым, сосын айтпадым. Сондай-ақ сенің қатеңді көрсеткеніме мені айыпты санайсың. Шын жолдас бірінің бірі адасқанын, қателескенін жасырмауы керек. Дұшпан күлдіре айтады, дос жылата айтады дегенді білмейтін бе едің? Жұрт сенікі дұрыс десе, жаны ашығандықтан айтып отырған жоқ. Әзір болса да салынбайтын аудан үшін жігіттердің тауын шағылдырмайық, мейлі маз боп жүре берсін, дейді. Сен соған мәссің, мені айыптайсың. Тұра тұр, деді Еркебұлан шыдай алмай. Ең алдымен жолдастық деген не? Оны қайсымыз қалай түсінеміз? Соны айырып алайық. Сен айтқанды сөз жоқ жолдастық, егер соны жолдасың шын жүрегімен, шын жан ашып істесе. Ал өтірік жан ашса, тіпті өзі сенбей тұрған қатені қате деп жала жапса, қалай болады? Жолдастық алдымен екі адамның бір-біріне деген адалдығы. Адалдықсыз жолдастық та, достық та болмайды. Ал адалдық деген рухани тазалық. Онсыз сен жолдасың үшін майданда жан бере алмайсың. Оның қатесін жанын ашып көре алмайсың. Оған шын жүректен жәрдем ете алмайсың. Сенің қатең осы рухани тазалығыңның жоқтығы, екі жүзділігің, ішіңде жатқан бақ күндестігін көре алмастығың. Ал менің қатем сенің сондай адам екеніңді білмей келгендігім. Жұлдыздың Бескіде екенін саған жаным ашығандықтан, жараңның аузын тырнағым келмегендіктен айтпадым дейсің. Сөз болғаныңа болайын. Жаның ашыса, сол үшін арақ ішіп жындануға таяу жүргенімде сен босқа күйінбе, Жұлдызыңды Бескіде көрдім деп неге айтпадың? Жұлдыздың жоқ болып кеткені маған ауыр тиіп жүрген білмейтін бе едің? Білетінсің. Маған достық ақыл берудің орнына қайдағы жоқ адамдармен таныстырдың. Өзіңнің де ақшаңды, олардың да ақшасын аяған жоқсың. Маскүнем боп жынданып өсін дедің. Енді түсіндім. Өзің ішкің келіп тұрған соң ішсін дедім. Күйігін арақпен бассын дедім. Жарайды, мен күйігімді арақпен басайын-ақ. Ал Жұлдыздың күйігін немен баспақ болдың? Өзі не істерін білмей жүрген адамға сенің Еркебұланың маскүнемдікке салынып жынданып кетті деумен бе? Сенің жаның ашығаны осы ма? Қайназар тағы сөзін бөліп жіберді. Иә, осы. Жұлдызды аядым. Сендей маскүнем үшін қайғырғанша шындықты естігені сенен бір жолата күдерін үстін дедім. Міне шындыққа енді таядың, деді Еркебұлан.
Жұлдызды аяғаның үшін емес, оны менен бездіріп өзіңе қарату үшін айттың. Сол себептен маған да оның бескіде жүргенін емес, жанында жігіті бар 2 қабат жұлдызды көргеніңді айттың. Және қандай кезде айттың? Маған қайдағы бір идеологиялық қатені жапсырып, көңілімнің бір жүдей қалған кезінде айттың. Жұлдыздың өкінішімен басы дел сал болып кетсін дедің. Қайназар Еркебұланды 3-ші рет бөліп жіберді. Жарайды, бәрі де сен айтқандай ақ болсын. Сонда осының бәрін мен не үшін істеді дейсің? Жұлдызды жақсы көрген рас, бірақ одан үміт үзгенімде де сен өзің ойлағандай жолдасты қолымды берген жоқпын ғой. Тіпті абақтыға кесілгенде де көрген нәрсесін көрмедім деп айтты деп ойлайтын шығарсың. Жарайды, солай ақ болсын. Сонда осының бәрін не үшін істедім? Алғашқы бір сөзінде бақ күндестіктен, көре алмастықтан істедің деп қалдың. Сен шын солай ойлайсың ба? Менен асып кеткен неменең бар? Құдайға шүкір, институт директорының 1-ші орынбасары сен емес, менмін. Мен саған емес, сен маған бағыныштысың. Ал дарыным артық дейтін болсаң, оны да дәлелде. Бәріміз бәйгеге түскен конкурста дарынды болсаң қайда қалдың? Бәйгені кім алғаны есіңде шығар? Жоқ, Еркебұлан, мен сенің ештеңеңді де қызғанбаймын. Жоқ, қызғанасың. Қызғанғанда қандай? Екеуміз бала жастан бірге өстік. Енді түсіндім. Сен сол жас кезіміздегі бір түн әуре болып сені әзер шешкен есепті мен 5 минутта шешетінмін. Сені іште уландыра бастаған бақ күндестік, көре алмастық сол күннен басталған секілді. Ішіндегі сол күндегі кішкентай қызғаныш құрты бірте-бірте бойыңды жайлап алған үлкен жыланға айналған. Сен менің өзіңде жоқ ақ көңілділігімде де, кең пейілділігімде де, тіпті жұлдыздың мені жақсы көретінінде қызғанасың. Тіпті менің жер басып жүргенімді де көре алмайсың. Өйткені сенің 2 жастық үлкендігіңе қарамай екеуміз қатар өстік. Біріміз бойында ешкір былғаныш сақталып тұра алмайтын ағынды өзен тәрізді болсақ, екіншіміз бар жамандықты бойына сақтаған, тұнып қалған ағар жері жоқ қара су екенбіз. Сен сол қара суылыңа тарттың. Енді түсіндім. Еш жаққа аға алмадың. Өзіңнен өзің тұрып борсыдың. Ал сондай сасық сулы қара су жанына мөп-мөлдір боп ағып жатқан өзенге қызықпай ма? Қызығады. Қолынан анау ағынды өзен болуға табиғи жаратылысы жібермесе, ол қара су не істейді? Бар болғаны қызғану болады. Және қолынан сол ағынды судан өш алу келмесе, ол қара су немен көңілін басады? Борсиды, сасық ес жан-жағындағы жұрт түркітеді, қорқытады. Қайназар орнынан ұшып тұра келді. Жетеді, деді ол ақырып. Тоқтат енді. Өзім де қазір тоқтаймын, деді Еркебұлан өзін өзі әзер ұстап. Саған бүйтіп күнде келіп керілдесіп жүре алмаймын. Аяғына дейін тыңда. Жаңа сен мен қызғанатын ештеңеңде жоқ. Сен емес, мен директордың 1-ші орынбасарымын. Мен емес, сен маған бағыныштысың дедің. Әрине, сен бұл сөзіңе өзің сенесің. Ал сөзіңнің қаншалық құнсыз екен уақыт көрсетер. Қайназар тағы да шыдай алмай қалды. Сонда сен мен ақымақсың демексің бе? Еркебұлан кенет езу тартып күлді. Неге? Сен ақымақ болуға тиісті емессің. Өйткені жаңа өзің айттың ғой, директордың 1-ші орынбасарымын деп. Ал 1-ші орынбасар. Сен енді жоғарғы орындардың менің 1-ші орынбасар етіп көтергенінде бетіме салық қылып баспақсың ба? Қойшы, сені кім көтергенін мен білмейді дейсің бе? Мәселе сенің көтерілуіңде емес, сол көтерген жерге дұрыстап отыра білуіңде. Ал сен, иә мен, сол отырған жеріңді бағалай біл. Білмейтінің болса білуге тырыс. Біздің өзара конкурсымызда 1-ші орын алдым екен деп өзіңді дарынды санама. Конкурстағы жұмысын бәрімізге де қызық көрінген. Және Алматының жағдайын, жерінің сейсмикалық құбылыстарға тәп екенін ескергеніңде ұнаған. Жаман жұмыс емес еді. Бірақ жақында ғана есіме түсті. Сенің ардагерлер сарайың Қазандағы Сүйінбеке мұнарасының көшірмесі. Көшірмесі болғанда жай әншейін, тек көлемін жалпы айтқан көшірмесі. Өзіңнің ақыл ойыңа тән тіпті жаңа еш нәрсе қоспапсың. Кенет Еркебұлан тоқтай қалды. Ашу үстінде өзінің кешегі жан жолдасына осыншама ауыр сөз айтқанына өзі де өкінгендей сәл үндемей кідірді. Сөйтті де қайтадан сөйлеп кетті. Бірақ бұл жолы алғашқы кезіндегідей емес, өзі де бір айыпты адамдай қинала сөйледі. Анау біздің жобамызға жапқан қате деген жалаң туралы мен еш нәрсе айтқым келмейді. Ондай қатенің барлығына өзің де сенбейсің. Тек көңіл тарлығынан болар, тіпті жұртқа да жала жауып отырсың. Тек ақырғы айтарым, саған мұндай сөздерді айту маған оңайға түскен жоқ. Бұл өзіме де батады. Әсіресе кішкентайымнан жолдас көріп келген адамның жолдасым емес екені, бүгінгі күні оны бір жолата жоғалтқаным қатты батады. Бірақ айтуға тура келді. Мен жоғалтқанмен сен өзіңді өзің жоғалтпасын дедім. Әлде уақыт бар, әлде ойлануыңа мезгілің жетеді. Ал қош бол, мен кеттім. Тоқтай тұр, деді кенет шалпынғандай Қайназар шығып бара жатқан Еркебұланға. Жоқ, деді Еркебұлан. Осы ақырғы сөйлескенім болсын.
Ертең менің бөлімім Москвадағы метро жобалау институтының қарамағына көшеді. Біз енді сенің бұйрығыңа бағынбаймыз. Қайназар үн-түнсіз тұнжырап отырып қалды. Кенет ол қолына ұстаған қарындашын сарт еткізіп, екеуміздің жолдастығымыз осылай бітті дегендей, екі қолымен қақ бөлді де лақтырып жіберді. Жаңағы Еркебұлан айтқан ауыр сөзден тіптес қалмағандай Қайназар сәл күлімсіреді. Күлімсіреуінің себебі бар еді. Бүгін жұмыс сағаты аяқталар кезде нағашысы бұған телефон соққан. Сенің директорыңды пенсияға жіберетін болды. Ана Еркебұлан жолдасыңның бір дұрыс жобасын бұрысқа шығармақшы болған көрінеді. Және сені де шатастыра жаздапты. Ал оның орнына жігерлі жас маман деп өзіңді бекітпек деген. Еркебұлан мейлі не десе о десін, ары таза сол-ақ жақсы архитектор аталсын, ал мен директор болайын. Тек тезірек бекітсін шүтіге. Еркебұлан үйіне келсе, әкесі де, шешесі де бір түрлі көңілді екен. Соңғы 2 жылда бұл екеуінің мұндай қабақтары жадыраңқы болғанын көрген емес. Қандай жақсылық хабар естіді екен бұлар? Әлде жұлдыздың келгенін білді ме екен? Қалқам, деді шешесі. Біздің үйде бүгін үлкен жақсылық бар. Әкең дәрігерге көрінген екен. Иә, енді әкесі сөйледі. Осыдан 2 жыл бұрын маған дәрігерлер операция істеуге жат деген. Ішіңді індетіп келе жатқан кесел бар. Егер дер кезінде операция істетпесең, әрі кетсе 2 жылға жетпесің деген. Операция істетуге жүрегімнен қорықтым. 2 рет инфаркт болғаным бар ғой. Және бөтен себептер де болды. Осыдан 1 жеті бұрын дәрігерлерге қайта көріне бастап едім. Олар бүгін бар анализдерді тексеріп, құлан таза жазылып кетіпсің деді. Сірә ана жылы қателесті ме олар, әлде азын-аулақ емделгенінің арқасында ма? Әйтеуір кеселден мүлдем айығыппын. Еркебұланның көңілі кенет толқи жөнелді. Әке-шеше болсаң осындай бол. Мені аяп 2 жыл бойы әкем қандай күйде жүргенін айтпай келіпті. Ал мен олардың өз қайғылары жетпегенде істемегенім бар ма? Жоқ, мұндай адамдарды құрғана сыйлап қою аз. Бұларға Құдайға табынғандай табыну керек. Осылардай болу өмірдегі ең үлкен арманым болсын. Көке, апа, мені кешіріңдер, деді ол, жыламаса да жылардай боп қамығып. Мен білген жоқ едім. Әкесі оның иығына қолын салып өзіне қарай сәлтіртіп құшақтады. Сен не айтып тұрсың, деді Асығат. Сенің қайтадан бұрынғы күйіңе келгеніңнен артық бізге қуаныш, жақсылық жоқ. Мүмкін сенің қайтадан болғаның бізді кеселімізден жазған шығар. Қарашы, шешең қазір қандай жасарып кеткен. Көзінде қуаныш ойнайды. Енді екеуі қырмызыға қарады. Ол бұл кезде қуанғанынан көңілі босап кетіп, 2 көзінен аққан жас бетін жуып жылап тұр еді. Бұны көрген Асығат сасып қалды. Туы сенде жоқты шығарып, деп келе жатты да Еркебұланға бұрылды. Ал енді бүгін саған айтар қуанышты хабарым бар. Бүгін мен архитектура институтына кездесуге барғанымда, жұлдызымызбен жатақханада бірге жатқан бір жас қыз сенің папаң екенімді естіп, маған жұлдызымыздың Бескіде екенін айтты. Міне адресі. Еркебұлан қызарып кетті. Көке, ол осында, деді ақырын сөйлеп, кеше келген. Тағы да ашық моншақты нұрға бөленген жасыл көктем келді. Жер бетін жапқан қызғалдақты, сарғалдақты, көкорай шөп ду етіп көтеріліп қалған. Көктөбенің басында қолында кішкентай бөбегі бар жұлдыз бен Еркебұлан тұрған. Таңертеңгі мезгіл еді. Талғар белесінен қызыл алтын табақтай болып көтерілген күн жер бетіне алтын сәулесін аямай төгіп, жоғарылап таза сұлу қаланы осы сәтте бұрынғысынан әдемі, керемет сұлу етіп көрсеткен. Жаңа ғана күн шығар алдында бұлар Асығат пен Қырмызыны жаз бойы аунап-қонап демалып қайтуға баяғы өздерінің ауылына пойызбен шығарып салған. Бұрынғыдай емес көңілденіп қалған шешесі Қырмызы жұлдызына: осы бөбегіңді өзіммен бірге алып кетсем қайтеді, деп пысылдап ұйықтап жатқан нәрестеге қараған. Әкетсеңіз әкетіңіз, жұлдыз күлген. Қарай көр ойларын, деген Асығат та күліп. Жұлдызындай тағы жоғалтып алып жүрсең, екеуміз бір жолата жүрегіміз жарылып өлерміз. Әке-шешелерін шығарып салғаннан кейін түні бойы жұмыс істеп шыққан Еркебұлан жұлдызы мен кішкентай бөбегін алып таксимен осы Көктөбенің басына келген. Болашақ Алматы салынатын Алатауды бөктерлей созылған батыс теріске жағының таңертеңгі мезгілде қандай екенін көргісі келген. Міне қазір жұлдыз екеуі сол Көктөбенің басында тұр. Қандай келісімді, қандай бақытты сурет. Ләззат, көктем, жан құлпарған, сән кіріп, тас қуанған тамырында қан жүріп, бұл дүниенің шын қызығы тек сонда. Сүйе білсең, күйе білсең, мәңгілік, деп ақын әкелер айтқандай, бұлардың да мәңгілік махаббаты болса екен. Кім қайғысына күйе білсе, мәңгілік махаббат солардікі. Бұл адам ата Хауанадан бері келе жатқан қағида. Сұлулыққа көрсе қызарлық ететін Қайназар секілділерге ешкінің құйрығындай шолақ махаббатта жетеді. Өйткені олардың өздері шолақ ойлы, шолақ арманды. Бар тілектері дәрежесін өсіру, өзгелерден жоғары тұру. Қайназар да осындайдың бірі. Ол қазір нағашысы арқылы институттың директоры болды.
Бұл да өмір деген ұлы ағынның сәл ағысы бәсеңдеген бір бұрылысында пайда болған заңдылықтың әсері еді. Дегенмен жұлдызға қолым жетпесе де арман еткен дәрежеме жеттім деп ойлады Қайназар. Осындай жұртты басқарар креслода отырсам, талай жұлдыздар табылады деп ойлады тағы ол. Бишара шын махаббат пен уақытша ләззаттың қандай айырмасы бар екенін білмеді, білгісі де келмеді. Еркебұлан мен жұлдыз сонау батыс пен теріскейіне қарап созылған, ал күнгейінде тау құшағына кіріп кеткен көгілдір қаладан көздерін әлі алар емес. Кенет Еркебұлан батыс теріске жоққа қолын созып дауыстай қалды. Жұлдыз жалт бұрылды. Еркебұлан түні бойы жұмыс істеп қажыған адамдай емес, екі көзі ұшқын атып күлімдеп, екі беті қызара түскен. Үлкен бір шабыт үстінде тұрғандай. Мына ескі Алматыдан да сұлу ана жақта жаңа Алматы болады, деді ол теріскей бастысы меңзеп. Ақ мәрмәр тастардан қаланған зәулім биік үйлер, 6 машина қатар жүретін, ортасында Абай проспектісіндей ағаш фонтан отырғызылған кең көшелер тұрғызылады. Жаңа Алматының жаңа сәулеті болады. Ол кешегі өзім жасаған жобадағы керуен сарайларының жаңартылған түріне тіпті ұқсамайды. Жаңа социалистік стиль керек. Мен бүгін сол стильді тапқандаймын. Ол енді жұлдызға сонау батыстағы, алыстағы көкжиекті нұсқап, жаңа жобасының қандай болатынын көрсетіп, ауаны қолмен тілгідей тік, қиғыш, сызықтар жүргізіп, дәл қазір айтпаса ұмытып қалардай асыға сөйлеп кетті. Әлден уақытта барып тоқтады. Жұлдыз ерінің құлпыра түскен жүзіне қарады. Бұл қандай қуат, деді жұлдыз таңдана. Ал түнімен көзің ілінген жоқ. Еркебұлан да жұлдызға сүйсіне қарады. Бұл саған деген, Алматыма деген махаббаттан туған шабыт, деді ол кенет ақырын сөйлеп. Бұл махаббат мейрамы.